Ойбай, жат! Бұл басмашылардың әдейі істеп жатқан қулығы шығар деп, Көкен Сүлейменнің иығына жармасты. Қатардағы тастың иығында отырған Төрегелді мен Түрке жат, жат деп сыбырлады. Лаж жоқ, Сүлеймен тас панасына қайта тығылды. Қарагер болса бұларды айналып өтіп, Сүлейменге жақындап келіп, оның желкесінен иіскеледі. Сүлеймен оның тұмсығынан сипалады. Осылайша қашқындар қуғыншылардан секемденіп біраз уақыт жатқанымен, Қарагер аттың артынан келген ешкім болмады. Ақыры оның артынан ешкім еріп келмегеніне көздері жеткен соң, ойпырмай Сүлеймен, Қарагер біздің қашқанымызды қайдан білді? Нағыз ақылды ат деп осыны айт. Егесін тастамайтын дарабоз тұяқтың өзі екен. Бәрінен бұрын бұл жануар үңгірден қалай шықты десеңші? Ізімізден қалай жаңылыспай келді деп, бәрі Қарагердің қылығына таңырқай, даурығысып, орындарынан көтерілді. Олардың Қарагерге риза болғанына Сүлеймен іштей мәз. Әрқайсысына қарап ыржиып күліп қояды. Сүлеймен, басқаларымыздың атымыз осы Қарагер секілді жемсек мал емес. Бізді іздеп келмейді. Сен жаңа өкініп едің. Енді Қарагердің өзі ақ келді. Тұқымы айрықша, бітім тұлғасы да өзге тұяқтыдан асыл екені көрініп тұр. Ат жақсысы иесінің иісінен жаңылмайды деген. Жетексіз келген аттың тұяғы құт. Ал енді бұлай алаңсыз тұра бермейік. Тау қуысының кез келген жерінен қаскөй мергеннің шыға келетінін ұмытпайық. Қауіптің өтінде, қылыштың жүзінде тұрғанымыз тағы бар. Жүрейік. Төрегел тағы алға түсті. Сүлеймен атына мінбей жетекке алды. Бірінің соңынан бірі шұбатылған 8 адам, бірде ылдилап, бірде өрлеп ұзақ жүрді. Күн сәскеден ауғанда алдарынан созылып жатқан асу шықты. Асу болғанда тұтас бір жалаңаш тау сілемі. Оның ар жағында тіршілік болмаса, дәл мына жерде адам күнелтуге тұрарлық не су, не жанға сая бір бұта болсайшы. Осыны ұққан Төрегелді. Мына асу онша биік емес екен. Не болса да осыдан ас бірақ тоқтайық. Еш болмаса шылжырап аққан бір бұлақ табылар. Қашқындар асу басына қиналмай көтерілді. Асудың үсті ойпаң екен. Біраз жүрген соң ойпаңның арғы бетіне де жетті. Асудың бұл жақ етегі қалың тоғай. Тоғайдың ортасы ашық алаңқай. Алаңқайда бірнеше күрке тұр. Күркенің маңайында ары бер жүрген адамдар көп екен. Бәрі мылтық асынған. Оларды көрген Төрегелдің тобы дереу кейін шегініп, тоғайдағы жүрген адамдар көрмейтіндей жерге келіп тоқтады. Бұлар кімдер болды екен? Бұлар да тауықтаған басмашылар шығар салықпай. Әнеугүні Нұрсапа айтып еді. Таудың әр қуысында басмашылар тобы бар деп. Солардың бір тобы болмаса не етті? Тұқымы құрысын Сүлеймен. Осы сілемнен ассақ алдымыздан қоқан шыға келетіндей боп көрініп еді маған. Мына таудың бітетін түрі жоқ қой түге. Түрке, қоқанға жақын жерге басмашылар тығылушы ма еді? Бұлай тұра берсек, жаудың жан-жағымыздан қоршауы оңай. Әне бір қарайып көрінген үңгірдің аузы ма? Сол жаққа барып паналайық. Не істеріміз сонда кесіп пішеріміз. Бағаналы бері жолбасшылықты қолына алған Төрегелді бәрін ертіп үңгірге қарай жүрді. Үңгірдеп келгендері жаппа тастың қуысы екен. Қуыс оншақты адам сиярлықтай кең. Соның ішіне тығылған қашқындар алма кезек қарауылға тұрып кешке дейін дем алды. Кеш батып айналаны қараңғылық басқан кезде өздері күндіз көрген сонау сай түбіндегі күркедегі адамдарға шабуыл жасамаққа бекінді. Олар да біз секілді қашқындар болмасын. Біреу-міреуін нақақтан нақақ өлтіріп қойып, обалына қалып жүрмейік. Дөңбай. Елден жырақ түз тағысы ғана жүретін мұндай тау ішінде тегін адамдар күркетегі мылтық асынып жүре ме? Қашқындар болса қашып кетер еді ғой бет-бетімен лағып. Құдай біледі, бұлар да басмашылар. Әй құрысыншы, олар кім болса да ол болсын. Қаннен қаперсіз отырған жерлерінде бас саламыз. Шырылдаған ішекпен арсыз атауға сеп болар бірдеңе үшін олардың кім екендіктерін анықтап жатуға хал жоқ. Аштан өлеміз бе? Қарсыласатын болса ат тастаудан да тайынбаңдар. Әлгінде айтқандай ең бастысы,
Бәрімізге жетерлік мылтықпен біраз ас суды олжалап қайтсақ болды. Дегенмен сақ болып жұмыла қимылдайық. Төрегелді осылай қызулана сөйледі. Үш мылтықты Салықбай, Аязбек, Сиязбек үшеуі алып, азанда шатқал аузындағы қарауылдардан олжалаған артық оқ-дәрі салынған белдемшелерді белдеріне байлады. Басқалары ұстайтын қарулары болмағандықтан, қарагер аттың еріндегі үзеңгілерді шешіп, бірін Төрегелді, бірін Сүлеймен алды. Bir кәдеге жарар деп шылбырын түрке беліне байлады. Бес қаруы сай болмаса да осылай қолда барымен сайланған 8 қазақ асу шетіне келгенде, тоғай ішінен әлі сөне қоймай, жалтырап жанып жатқан шоқтарды көрді. Бәрі бірден сол жақты бетке алып ылдилады. Онша көп уақыт өтпей-ақ тоғай шетіне де ілікті. Күндіз жоғарыдан тұтасып көрінген тоғай іші анау айтқандай қалың емес екен. Одан қиындықсыз өткен 8-і қараңғыда қарайып көрінген күркелерге жақындады. Күркелер маңы тып-тыныш. Тіршілік белгісін білдіретін бірде-бір дыбыс болсайшы. Түн кезіп әбден ұрлық пен сұмдықтың небір түрлерін бастарынан өткізіп, шетінен тіс қаққан қарақшылар атанған Төрегелдінің азғана тобы аз кем уақыт тың-тыңдап тұрды да, шеткі күркені қоршады. Күркеден еш болмаса ұйықтап жатқан адамның дыбысы да шықпады. Бәрінен жылдам дөңбай мысық жүріспен еңбектеп барып, күрке ішіне кіріп артынша қайта шықты. Содан бері жақындаңдар дегенде қолын сермеді. Көздері қараңғылыққа әбден үйренген қалғандары оның белгісін байқап оған жақындады. Мына күркенің ішінде 5-6 қап жатыр. Сірә ұнау деймін. Осыны алып кете береміз бе? Атаңның көрін. Құрын бізге не болады? Бұл жерде басқа тағы бос шайла тұр. Қаруы бар бесеуміз бесеуіне барып бір мезгілде шайланы жығып жіберейік. Егер іштен біреулер атып шықса, ұрып құлата берейік. Өй Сүлеймен, күрке шайланы бір соғып қалай жығамыз деді Салықбай тілін тістей. Өңкей қураған шыбықпен тұрғызылған бұл күрке шайлалардың қазақтың киіз үйі секілді берік уығы, бір-біріне байлаған керегесі бар деймісің? Итеріп қалсаң құлайды да. Сүлеймен дұрыс айтады. Бұлардың алудың оңай тәсілі осы. Бір күннен бері Төрегелдінің айтқаны тақ тұратын бұл топтың ішінен, осы жолы да оған қарсы дау айтар ешкім болмады. Бәрі аяқтарын еппен басып, жапа тармағай тарасты да, бір-бір күркенің қасына барып тұрды. Сүлеймен ең шеткі күркенің жанына жете бергенде, ал бастаңдар деген Төрегелдінің ащы айқайы тоғай ішін жаңғырықтырып жіберді. Айқайдың артынша кебу ағаштардың сырылдай құлаған дыбысы шықты. Лезде екінші шайла құлады. Бір сәт кешіксе өзінің жанындағы күрке ішінен бір қауіптің бас көтеріп шыға келетінін сезген Сүлеймен оны бар күшімен қос қолдап итерді. Шайла бір жаққа қарай опырылып түсті де, шатыр-шұтыр сынған шыбықтардың астынан адамдардың шошып, өкірген дауыстары шықты. Бір бұл жерде емес, ондай дауыстар құлаған барлық күркелердің астынан шығып жатты. Дауыстармен бірге дүрс-дүрс соғылған соққылардың да үндері қатар шықты. Сүлеймен аналардың не істеп жатқандарына шаруасы болмай, өзі құлатқан күркеден көз алмай тұр. Әлден соң шыбық астындағы дауыстар тына қалып, сынған бұтақтар қозғалып, астындағылар сыртқа шығуға талпына бастады. Шыбықтардың қай жері қозғалса, Сүлеймен дәл сол тұсты қолындағы үзеңмен аямай соқты. Алғашқы қозғалған жері бірден тына қалды. Екінші жерден бұтақтарды сындыра шыққан біреудің басы көрінді. Сүлеймен оны да үзеңмен бір ұрып, қимылсыз қалдырды. Оның қасынан шыққан біреу, ойбай өлтірме, өлтірме деп айқайлап үстіне жабысқан шыбықтарды ары-бері лақтырып, тыпырлап тұрып келе жатыр еді, оны да бір перді. Ол шыбық үстіне жалп етіп құлап, қайта тұруға шамасы келмеді. Енді тағы біреу бар ма екен деп үзеңгісін оңтайлай, шыбық үстіне көз тастап біраз тұрды. Алайда анау үшеуінен басқа дыбыс шығарғанда, қозғалғанда ешкім болмады. Мұнда осы үшеуінен басқа адам болмады ғой деп, айқай-шуға толы ойраны шығып жатқан ана жақтағы күркелерге бұрыла бергенде, қара түнді дүрілдетіп жіберген мылтықтың дауысы естілді. Ойбай, мына біреуі көкенді атып кетті. Салықбай қайдасың? Ат тезірек деген Төрегелдің жан даусы шықты. Сүлеймен не болғанын аңғармай жатып,
Екінші рет тағы мылтық дауысы шаңқ етті. Осыдан кейін кімді атып жатқаны белгісіз, мылтық дауысы жиілеп, атыс басталды да кетті. Біреуіңе оқ тиіп жүрмесін, аман қалғандарың болса жатыңдар деп айқайлады Салықбай. Төре келді, Сүлеймен, Түрке, Тоғайдың келген жағымыздағы шетіне қарай жылжыңдар. Мыналар көп қой. Сүлеймен еңкейе салып дауыс шыққан жаққа қарай жүгірді. Айналасынан зу-зу етіп өтіп жатқан оқтардың дыбысы шығады. Жүгіріп келе жатып құлаған бір күркенің ағаштарына сүрініп кетіп, етпетінен түсті. Тура бір құлаған жерде біреу жатыр екен. Әнәңнің, мәсинга деп, ол қараңғыда не екенін ажыратуға болмайтын бір затпен дәл бетіне ұрды. Құдай сақтағанда ол ұрған кезде басын тартып үлгерді. Әлгінің ұрған заты пышақ екен. Пышақ тура бетке қадалмай, сол көзінің астыңғы шетін осып кетті. Ол екінші рет ұра бергенде, шап беріп білегінен ұстап алды да мытып қалды. Қолынан әлі кеткен оның пышағы жерге түсті. Пышақ тиген жерінен сорғалаған қанға қарамай, Сүлеймен оны қолын жібермеген күйі, орнынан сәл көтерді де, екінші қолымен алқымына жармасты. Сол бойда бар күшімен алқымынан сығып, мойнын бұрап кеп жібергенде, ол сорлының мойын омыртқасы күтір-күтір етті де, дыбысы шықпай сілейді де қалды. Оны осылай жайғап тастаған Сүлеймен, пышақ осқан сол көзінен аққан қанды алақанымен жауып, Салықбайдың дауыс шыққан жаққа қарай ентелей басты. Етпеттей түсіп қарсы бетке қарай оқ боратқан Салықбайдың жанына жеткенде, «Әй, серейіп тұрсын қалай, жатсайшы, бір оқ басыңыз жұлып түссін деп тұрсын ба?» деп айқайлады Салықбай. Атылған оқ емес, шыбық астында жатқан бір жауыздың пышағы көзімді ойып түсе жаздады. Отырма мұнда, еңкейген күйіңде тоғай ішіне кіре бер. Сүлеймен тоғай ішіне кіргенде арттағы атыс бірте-бірте саябырсып барып басылды. Осы кезде жігіттер қайдасыңдар деген айқай шықты бір бүйірден. Сүлеймен бірден таныды. Төрегелдінің айқайы. Бұл енді бұта арасымен еңкейе жүріп, солай қарай беттеді. Аздан кейін бір ағаштың түбінде тұрған 3-4 кісіні байқады. Сүлеймен, сенбісің? Иә, мен. Қалай? Оқ-шоқтан аманбысың? Оқтан аманмын. Бірақ ойда жоқта біреу пышақ ұрып көзімнің алдын жарақаттады. Пышақ тиген жерден аққан қан тиылайын демейді. Көзімді баса-баса екі алақанымда қан болып кетті. Көзің аман ба әйтеуір? Көз аман сияқты. Астыңғы қабақ тіліндау шамасы. Онда ештеңе емес. Аққан қанды тоқтатуға болар. Ал қазір аман қалған басқа жігіттерді жиып алайық. Бізден қашқан басмашылар тоғайдың анау шетіне тығылды. Өздерінің қанша екені де белгісіз. Айда туып келеді. Тоғайдан енді шығатын болсақ, олар бізді оқпен оп-оңай қағып тастап отыру кәдік. Сол үшін осы тоғайдың бір шетіне жетіп, таң атқанша тасалай тұрайық. Ол осыны айтып болғанда алқынып Салықбай да келді. Қалай, түгелмісіңдер? Көкен, Дөңбай, Түрке жоқ. Ал мына Сиязбектің оң аяғына оқ тиіпті. Сүлейменнің көзі, деді Аязбек. Сүлейменнің көзін білем. Ал анау үшеуі қайда? Кім біледі? Бізді таппай адасып жүрген болар. Аттарын атап тағы айқайлайық. Аязбек, Дөңбай, Түрке деп бірнеше мәрте айқайлады. Дыбыс қатқан олар болмады. Аязбек тағы да айқайлады. Болды, айқайлама енді. Анау тірі қалған басмашылар сыртымыздан дауысты бағыттап келіп, ойран тасырымызды шығарып жүрмесін. Адамдарымыз тірі болса келер артымыздан. Ал өзіміз таңға дейін паналайтын жер табайық, деді Төрегелді. Ай жарығында асуға шығып, бағанағы қуысқа жетуге болмайтын бәрі сезіп, тоғайдың екінші шетіне қарай жылжыды. Біраз жүрген соң жартас етегіне барып тірелген тоғайдың қалың шетіне келді. Бір ағаштың түбінен шылжырап аққан судың сарылы естілді. Осы жерде түнейміз. Сүлеймен, көзіңнің қаны тоқтады ма? Сиязбек, аяғың қалай деп сұрады Төрегелді. Әкеңнің аузын,
Бар қаным осы қабақтан ағып ада болады білем ғой. Оқтың тірсекке тимегеніне де шүкір. Тек балтырды жалап өткен бе қалай? Әйтеуір жүргенге онша ауырмайды. Сендердің жарақаттарыңа күйдіріп басатын киіз де жоқ. Мына жерде кебу топырақ болса себіңдерші жараның үстіне. Басқа амал жоқ. Таңға дейін қансырап қалмаңдар әйтеуір. Сүлеймен отыра қалып жер тырмалады. Жылымшы боп аққан қанын әпсетте зәрезеп қалған сондай, Төрегелдің айтқанын бағаналы бері неге істей алмадым деп, қолына іліккен кебу топырақты пышақ тиген жеріне басты. Баяғыда бала кезінде тікенек кіріп іріңге айналған ісікті жарып жіберіп, терісі ашылған аяқтарының саусақтарына топырақ сеуіп жүре беруші еді-ау. Құданың құдіреті, сондайда жараға таза топырақтан артық ем болмайтын еді-ау. Қазірде сол көзінің астын оңбай тіліп, терісін салбыратқан жарақаттың орнына топырақ басуы мұң екен, аққан қан заматта тиылды. Бірақ шым-шым етіп ашып, ауруын қояр емес. Сиязбек болса ойбай деп қойып, ол да балтырына топырақ сеуіп жатыр. Топырақтан кейін қан тоқтады ей. Мен білмейтінді айтпаймын ғой Сиязбек. Топырақ сыртқы жарақатқа кез келген тәуібіңнің дәрісінен жақсы ем. Тоғай ішіндегі күркелерден ауқал. Төрегелді сен дұрыс айтыпсың. Топырақтан кейін қан тоқтады ғой өзі. Мен білмейтінді айтпаймын ғой. Топырақ сыртқы жарақатқа кез келген тәуібіңнің дәрісінен жақсы ем. Тоғай ішіндегі күркелерден ауқат олжалаймыз деген қашқын қазақтар сол түнді жартас етегіндегі нудың тасасында отырып ұйқысыз өткерді. Басқалары қауіптен ұйықтай алмаса, Сүлеймен жанына батқан жарақаттан көз іле алмады. Таң сызаттанып атқан кезде, қырғын ұрыс, бас көз демей сілескен сойылды төбелестің қаншасын өткіріп жүрсем де, дәл бір жерім зақымданған жоқ еді. Енді келіп, жерде жатқан қайдағы бір найсаптың пышағынан түнімен азап тартқанымды қарашы. Жанға батқан жараның сырқаты қиын екен. Әй қойшы, қанжар кескен тері болса бітер. Қазір анау үшеуінің не өлі, не тірісін білетін амал қылайық. Одан соң тас шайнап ағаш кемірейік демесеңдер, қу қарының да жайын ойлайық. Күркелерде қалған ас ауқатты басмашылар түнімен тасып әкеткен жоқ шығар. Мұндай ой бір Сүлейменде емес, бәрінде де бар екен. Не істеуге болатын аз-кем кеңесіп, отырған жерлерінде Сиязбектің жалғыз өзін қалдырып, басқалары түндегі ойран салған жерлеріне бет алды. Көп кешікпей тоғай ортасындағы күркелер қасына маңдай тіреді. Мұнда келгенде бұл топ көздеріне өздері сенбей, алаңқайдағы қираған күркелерге қарап тұрып қалысты. Қираған күркелер түк емес-ау. Олардың жанында шыбықтар астында серейіп жатқан өліктерді көргенде, басқалары қайдам Сүлейменнің жүрегі дүрсілдеп кетті. Әне біреуінің басы мылжа-мылжа. Жалғандықта өзі өлтірген поптың басындай ми жан-жаққа шашырапты. Ал шеткі жақта етпеттей сілеген қара шапанды біреудің басы анадай жерде төңкеріліп жатыр. Ал әр жерде домаланып, қалай құласа солай жан тәсілім еткендердің түр-тұрпатына адам қарап болар емес. Сүлеймен әрі шошынғандай, әрі жиіркенгендей тыжырына теріс қарады. Оның мұнысын байқаған Салықбай бүйдеді. Қан кешуді бұрын бастан өткізбепсің-ау сен. Біз болсақ мұндайдың талайын көрген адамдармыз. Ештеңе емес. Осылай қан иісімен адам өліміне бойын үйреніп те кетеді. Төрегелді болса кеңк-кеңк күлді. Ойбой, көзіңнің алды не болып кеткен? Түнде тілінген жеріңе топырақты баса беріпсің-ау. Бетің мен көзіңнің арасына қан мен топырақ араласып, жұдырықтай жара пайда болыпты. Жұдырықтай болмаса да оның кішкене түйнектей болып тұрған сендер түгілі өзім де білемін. Менің жай күйім мен жарамды сөз ете бергенше, не істейтінімізді айтсаңдаршы. Мына өліктермен араласып жатқан нан мен етті жейміз бе енді? Несі бар? Бөрі жемтігін батпаққа да аунатып жей береді. Солай болғанмен де, бұл жердегі нан мен етке адам қаны тамған жоқ шығар. Нан мен етте бастарын қалғырлар-ау. Қоя тұрыңдаршы қазір ол жайын. Одан да мына өліктердің ішінде біздің серіктеріміз бар ма жоқ па соны білейік те. Ол үшін алдымен тоғайдың арғы шетін бір аралап қайтайық деді Төрегелді.
Түнде қалып кеткен мына күркелердің иелері бір шетте тығылып жатпасын. Соны білмейінше алаңқайға шығуға болмайды. Онда тоғай үшін екеуден аралап шығайық деді, оның сөзін құптаған Сүлеймен. Біз Аязбек екеуміз бір бөлек, сендер екеуің бір бөлек барыңдар. Солай бәрі бөліністі. Сүлеймен мен Аязбек құбыла жақты бетке алды. Біраз жүргенде тоғай ағаштары жиілеп қалыңдай бастады. Тағы біраз жүргенде жапырақтары селдір долана мен кәтіреңке басқан сайлы тұсқа тұмсықтыр еді. Мына жер ит тұмсығы батпасын ну екен. Айналып өтеміз бе? Түйенің ұзыны көпірден таяқ жейді деген. Ұзын бойыңды иіп жүруден қашып тұрсың ба? Білсең бар ғой, жау деген осындай жерге тығылмай ма? Жауға сыртыңнан оқ атқызғаннан гөрі, онымен бетпе-бет келіп алысқан жақсы. Оңайға салып айналма жолмен өтеміз деп қапыда қалып жүрмейік. Не болса да осы қалыңды аралап өтейік. Бір-біріне діңгегі жақын ағаштардың айқасып кеткен бұтақтарының астымен бірде еңкейіп, бірде тоңқайып жүру шынында да алпамсадай денелі Сүлейменге қиын тиді. Денесі мығым болғанымен, бойы ортадан төмен Аязбек онша қиналмай, жолындағы тұтасқан бұталарды бөгет көрмей алда жүріп келеді. Мұндай жолмен бірінші рет жүрмегенін білдірейін деді ме, кім білсін әйтеуір сөйлеп келеді. Бұдан соң олар тоғайдың қалың жерінен өтіп селдір сиректеу келген шетіне шыға бергенде, тұтаса өскен пәкене долананың тасасынан ала шапан киген біреу ақырып шыға келіп мылтығын бұларға қарап бір атты. Аязбек етпеттей жата қалды. Ал анау екінші мәрте Сүлейменді дәлдей шүріппені тағы басты. Құдай сақтағанда шүріппенің шын кеткен даусынан басқа дыбыс шықпады. Оғы таусылғанын сезген ол, Сүлейменге тесіле қарады да өз-өзінен селкілдей жөнелді. Сірә алдынан ойда жоқта шыға келген мұның аюдай қонжиған денесінен, онсыз да біреудің тіктеп қарауға дәті шыдатпас зәлі жүзінен, сол көзінің астындағы үрейлі де, жиіркенішті қап-қара жұдырықтай жарасынан шошып кеткен болуы керек. Әйтеуір оғы болмаса да сойыл етіп ұруға жарайтын мылтығына да ие бола алмай, дірілдеп тұрып оны қолынан түсіріп алды. Осы арада оны алып ұрудан басқан ойламаған Сүлеймен, көкжалмен бетпе-бет келіп қорқыныштан аяғын басуға да шамасы келмей, текедей боп тұрған әлгіге жетіп барды да, екі қолтығынан ұстай алып, бала құрлы көрмей жоғары көтеріп тұрып, жерге бір-ақ ұрды. Тоқта, ойбай, өлтіріп қойма деп шар етті осы кезде Аязбек. Өлтірме, қасында серіктері бар ма екен соны білейік. Ой, сен тірі екенсің ғой. Мынау атқанда жалп ете қалғанымды көріп сеспей қатты ма деп ойлап едім. Құдайдың мұнысына да шүкір. Менің оққағарым бар. Бұрында біреу мынаған ұқсап 2-3 қадамнан оқ атып, маған тигізе алмаған. Жерге оңбай сылқ етіп түскен басмашы шынымен талып қалды ма? Жоқ әдейі істеді ме? Аязбектің өлтірме деген сөзінен кейін ыңырсып басын көтерді. Аязбек шап етіп оның сақалынан ұстады. Ей, сұмырай, шыныңды айтпасаң осы жерге бауыздап кетемін. Алдымен кімсіңдер? Һәм бұл жерде не істеп жүрген адамсыңдар? Бұдан соң нешеуің тірі қалдыңдар? Олар қайда кетті? Осыны айтсаң тірі жіберемін. Оның тірі жіберемін деген сөзінен кейін анау ақтарыла кетті. Оның айтуынша бұлар Ташкент түбіндегі Қорасан қышлақтан, Қызылдардан қашып осында тығылып жүрген адамдар екен. Басшылары Сайфул. Кезінде ол Қорасан қышлақтың бегі болған екен. Қызылдар келіп қышлақты тәркілей бастағанда, олардың топ сарбаздарын қырып тастап, бір түнде осы тауға қашып келген екен. Өзінің бұрын Сайфулдың атқосшысы болғанын, қышлақтан кеткенде тек қорыққанынан ғана оған ергендігін айтты. Ал түнде атыс басталғанда ешкімге қарамай, бір өзі қаша жөнелгенін, басқа серіктерінің қаншасы тірі қалып, қайда кеткендерін білмейтіндігін айтып ант су ішті. Мұнда келіп орныққандарыңа қанша күн болды? Көкек кезінде келгенбіз. Қазір Саратан айы болса, келгенімізге 2 өлара өтіпті. Сол 2 өларадан бері ауқатты қайдан алып жүрсіңдер? Алғашқыда өзімізбен айдап келген біраз малымызды азық еттік. Одан соң жақын маңдағы ауылдарға түнде барып ұрлық ұстап қайтамыз. Бұдан басқа мына таудың арғы жағындағы Ботай паруанашының Шурап бастауының үстіндегі үңгірде
Арипхан Хакимнің жасақтары бар. Азықтан жүдайым қысылсақ, бір-бірімізге қарасып тұрамыз. Ботай, Арипхан дегендердің бәрі сарт па? Басмашылардың ішінде бәрі аралас. Қазақ, сарт, тәжік деп бөлінбейді. Бірақ та көпшілігі өзбектер мен тәжіктер. Әрқайсың әр топқа бөлінгенше неге бәрің бірігіп алмайсыңдар? Бірігуге болмайды. Осылай әр жерде топ-топ болып қызылдармен соғысқан пайдалы, дейді құрбашылар. Әр үңгір мен әр шатқалда тығылған бірталай жасақ топтар бар. Менің білуімше Таран мен Шымған, осы Құрама мен Қоқан тауларындағы басмашыларға 4 құрбашы басшылық жасайды. Ал әрбір жасаққа бір-бір паруанашы болмаса, бір-бір хоким басшы. Әй, сен Қоратай деген құрбашыны естуің бар ма? Қайсы? Қыпшақ Қоратай ма? Баяғы Қоқан Бекілербегі Мұсылманқұлдың немересі ғой айтып тұрғаның. Сайфулбектің айтуынша, ол анада орыстың қызыл сарбаздарымен атыс үстінде өліпті. Оның Қаңлы Елсапа деген оң қолы бар екен ғой. Сол бірталай жігіттермен қоршауда қалып қолға түсіпті. Сен оларды танитын бе едің? Алда Құдай-ай, деді Сүлеймен, санын шапалақпен бір ұрып. Өй, сен бұл жайын нақты естіп пе едің? Атың кім өзіңнің, деді осы кезде Аязбек. Тоқимжан, өзбектің Лоқай руынамын. Өзбектің өз руын айтқан бірінші рет естіп тұрмын. Сен Лоқайсың ба, Ноғайсың ба? Жұмысым жоқ. Осы сендер қару-жарақты қайдан аласыңдар? Оқ-дәрілерің де мол, деп Аязбек оның беліндегі оққа толы оқшантайын шешіп алды. Боштай мен Арипхан құрбашылар мына таудың ар жағында Қанепжан тәжіктерімен, Мағриптегі Ош қырғыздармен жақсы қарым-қатынаста екен. Сол жақтан бізге арнап арнайы қару таситын жасақ бар. Олар қаруларды құрбашыларға әкеледі, ал олар бізге таратады. Біздің бәрімізде мынау секілді 10 оқтық ағылшын бенчестері бар. Ал Сайфулбекте атса адамдарды шөптей жусатып салатын пулемет дегені бар. Түнде неге екенін белгісіз, соны қолданбады ғой. Ал енді тұр. Алдымызға түсіп өздерің тұрған күркелеріңе баста. Қашатын болсаң тура желкеңнен атамын. Сүлеймен, мына мылтықты оқшантайымен сен ал. Мұны қалай атуды, қалай оқтауды кейін үйретемін. Тоқымжанды желкелеген екеу әлден соң күркелері қираған алаңқайға жетті. Арғы маңдағы бір топ бадамшаның түбінде салықбайлар отыр екен. Бұларды көріп орындарынан атып тұрды. Аязбек Тоқымжаннан басқа тоғай ішінде ешкімнің жоқтығын айтты. Салықбайлардың көзіне де ешкім түспеген екен. Күркелер жанында 12 адам өліп жатыр. Оның үшеуі өзіміздің жігіттер. Жаңа сендер келгенше оларды шетке шығарып қойдық. Амал нешік, енді соларды осы жерге жерлейміз, деді Төрегелді. Қазақтар Күркен маңайынан табылған кетпен күректермен 3 қабір қазып, Түркені, Дөңбай мен Көңкені жерледі. Төрегелді Құран оқыды. Оны біткесін басмашылардан қалған азық-түлікті, қазан-шәугімді, қыш кеселерді қаптарға салып, оларды бір-бірден иықтарына алып, Сиязбек отырған жерге келді. Осында отырып қаптағы құрғақ нандармен жүрек жалғады. Тоқымжан, деді бір кезде Төрегелді. Жасақтарында қанша адам бар еді? 22 адам едік. Оның 9-ы өлсе, менімен қосқанда 13-і қашып кеткен екен. Олар қашқанда қайда барады деп ойлайсың? Боштайға, не Арипханға барады да. Олай болса, деп орнынан атып тұрды Төрегелді. Бұлар өздерін басмашы деп атайды екен. Ал біз өзімізді қызылдармен де, басмашылармен де соғыса беретін, тек өзіміз үшін ғана күресетін қарақшылар тобы деп атаймыз. Ақыры бәрімізді ауылдарымызда қарақшы деп атайды ғой. Басшымыз етіп бәрімізден жас болса да, Сүлейменді сайлайық. Бұған ешқайсың қарсы емес шығарсыңдар.